Газет керемет нәрсе. Өзі дастархан, өзі шыбын өлтіргіш, вентилятор, туалет қағазы, бас киім, қол шатыр. Оны тіпті оқуға да болады. Қайдасың? 5 минуттан кейін болам. Кешігіп жатсам, осыны қайта оқы. Жас келіншек шосседе жоғары жылдамдықпен келеді. Қасындағы құрбысы: "Жылдамдықты азайтшы, көз алдында бәрі зулап кетті. Қорықпа, мен сияқты істесеңші." "Қалай?" "Көзіңді жұмып ал." Бір кісі бір данышпаннан: "Осы әйелдер қай айда аз сөйлейді?" деп сұраса, данышпан: "Ақпанда" депті. "Неге?" десе, "Ақпан 28-мен бітеді ғой" деп жауап берген екен. Қайын-енесі келініне телефон шалады. "Баламның жағдайы қалай?" "Қалай болушы еді? Күндеше еді, маған қол көтереді." Бопты, ауырып қалмаса болды әйтеуір." Бір әйел күйеуін магазинге картошкаға жұмсапты. Жолдан өте бергенде машина қағып, өліп қалыпты. Сосын үйіне полиция келіп: "Осылай болды, енді не істейсің?" десе, "Білмеймін, вермишель қуыра салатын шығармын" депті. Унитазға түсіп кеткен айфон адамның қолын шамамен 20 сантиметрге ұзартады. Көңіл күйім жақсы болғанда мен тамақ пісіремін. Көңіл күйім жаман болса, тамақ жеймін. Кеше маған бір жігіт: "Сенің үстінде не бар?" деп хабарлама жазыпты. Мен көп ойланбай: "Ипотека, 3 несие, адам өлтіру, тонау" деп жаздым. Бәлем, әлі үндемейді. Кофе? Шай? Жоқ, рахмет. Розеткамен Wi-Fi болса жетеді. Бір жігіт қызға сүйетіндігін білдіріпті: "Мен сені Ләйлі мен Жібектен бетер сүйем." "О, арамай, менен де бұрын қыздарың болған екен ғой." Келіндердің әңгімесі: "Көзіңе не болған, құрбым?" "Сиыр сауып отырғанда құйрығы тиіп кетті." "Қалжыңдап тұрсың ба? Сиырдың құйрығы көзді осылай көгерте ме?" "Құйрығын бұлаңдатпасын деп таспайлап қойған едім." Егер күйеуіңіз шеге қағып жатып саусағын ұрып алса, күлуге асықпаңыз. Ол балғаны жерге тастағанша күтіңіз. Сен жапалақсың ба, әлде бозторғайсың ба? Өмір сүру режиміне қарасам, зомбимін ау. Бір әйел диетологқа хабарласады: "Дәрігер мырза, менде артық салмақ бар сияқты." "Неге олай ойладыңыз?" "Бүгін сөйлейтін таразы алғанмын ғой, соған өлшендім." "Иә, таразы не деді?" "Бір-бірден өлшенеміз" деді. Әйелдердің қорқынышты түсі: көп ақшаң бар, үлкен сауда үйіне барып, керегіңді таңдап, кассаға жете бергенде оянып кетесің. "Әке, біз қалай пайда болдық?" "Бізді Құдай жаратқан. Ал анам маймылдан тарадық" дейді. Әркім өз туыстары туралы айтады ғой. Біреу жұмысқа тұру үшін әңгімелесуге барған екен. Одан: "Бұрын басшылық қызметте болып бедіңіз?" деп сұрапты. Сөйтсе әлгі кісі: "Иә, мен WhatsApp-тағы топта админ болғамын" депті. Қызыма бауырсақ туралы ертегіні айтып бердім. "Көрдің бе, бауырсақ ата мен апаны тыңдамай кетті де түлкіге жем болды" десем, қызымның сөзі: "Солай істемегенде олар бауырсақты ертегінің басында-ақ жеп қояр еді ғой." Ал қашып кетіп, ол қыдырып үлгерді. Бастық жұмысшыларды жинап: "Мені шеф, босс деп атағанды қойыңдаршы осы. Өзге тілдің сөздерін қайтеміз? Етім сүймейді сондайды. Енді қалай атайық?" "Құдай-ау, қарапайым қазақтың сөздері бар ғой. Мысалы, асыраушымыз." Екі жаңа қазақ концертте классикалық музыка тыңдап отыр. Біреуі екіншісінен: "Чья это мелодия?" "Баха." "О, Баха, жарайсың." Құдалықта қалыңдықтың шешесі құдағиына: "Біз қызымызды аялап, күнге шығармай, көлеңкеде ұстап өсірдік" десе, күйеу жігіттің анасы: "Уайымдамаңыз, біз де күн көрсетпейміз" депті. Қытай мен қазақтың әңгімесінен: "Мемлекеттеріңде қанша адам өзі?" "Қазақтар шамамен 8 миллион шығар, ал барлық тұрғын саны 17 миллион болады." "Мәссаған, бәрің бір-біріңді танитын шығарсыңдар, иә?" Қыстың бір күнінде екі қазақ Мәскеуде аялдамада жаурап тұрса, жандарына екі орыс келіп балмұздақ жеп тұр екен. Сөйтсе бір қазақ екіншісіне: "Мына екі жынды жаурамайды екен" десе, ана орыстар қазақша түсінеді екен. Қазаққа қарап: "Осы сіздер 40 градус ыстықта шай ішкенде ештеңе демейміз ғой" депті.